Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен молочная девочка тортын рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін біздерге жұмыртқа, сгущенка, ұн және разрыхитель керек болады. Ең әуелі біздер жұмыртқамызды миксерлеп аламыз. Тура 3 минуттай. Енді осы ақ көбік болған массамыздың үстіне сгущенкамызды 570 грамм сгущенкамызды салып, бұны да жақсылап миксерлеп аламыз. Жақсылап миксерлеп алдық сгущенкамызбен. Енді дайын болған массамызға ұнымызды 3 бөлікке бөліп, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін 10 минут, где-то 10 минут, 15 минутқа қойып қоямыз. Жақсылап араластырып алдық. Енді осы корждарымызды 180 градуста 10-12 минутта пісіріп аламыз. Және де достар, менің YouTube каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Менде осы жерде 8 корж шықты. Енді осы толығымен суытып, кремдерімізді жағып бастаймыз. Ең әуелі творожный сырымызға қантымызды салып, бір миксерлеп аламыз. Сонан соң барып үстіне сливкимізді құйып, жақсылап миксерлейміз. Осы толығымен суды корждарымыз енді кремдерімізді жағып, холодильникке 10-15 минутқа қойып аламыз. Менде холодильникте 10-15 минут тұрды. Сосын сыртына қалған кремімізбен сыртына обтяжка істейміз.
100 грамм шоколадтың үстіне 4 қасық сливки құйып микроволновка пеште аздап ерітіп аламыз. Осымен тортымыз дайын. Өздеріңіз қалауынша сәндесеңіздер болады. Менің YouTube каналыма тіркеліп комментарий жазыңыздар. Лайк басуды ұмытпаңыздар. Менен тағы да видео күтіңіздер. Сау болыңыздар.